Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасына рекорд деп атап өттік. Міне рекордтан рекорд жалғасып жатыр. Жуырда бір үлкен рекорд орнатылмақшы әке. Иә, ол туралы біздің қазір студиямызға келетін қонағымыз түбегейлі толығырақ айтып бере жатыр. Біз енді шет жағасын айтып өтейік. Қорқыт дәстүрлі саз тобы үзілісі 75 шығарма орындап Қазақстанның Гиннестің рекордтар кітабына енуді жоспарлап отыр. Иә, бұл шара ұлттық өнерді насихаттау мақсатында және Алтын Орданың 750 жылдық мерейтойы қарсаңында өткізіледі. Өнер ұжымы 17 ақпанда Елордадағы сауда ойын-сауық орталығында өнер көрсетті. Сол үшін қымбатты телекөрермендер, біз қазір санаулы минуттар деген толық ақпарат айтып өтеміз. 75 шығарманы үзіліссіз орындау деген енді бұл қанша уақыт алуы мүмкін шамамен? Енді оны қонақтың өзіне сұрап көрейік. Иә, ал дәл қазір бізде Қорқыт этно ансамблі қонақта енді керемет композицияға кезек берейік. Ал одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Сонымен назарларыңыз экранда болсын. Кеттік. Тамаша. Керемет, қымбатты телекөрермендер, біз енді Айбек келе ғой, сұхбатты бастайық, төрлет. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қорқыт этно ансамблінің көркемдік жетекшісі, мәдениет саласының үздігі композитор Шолпан Қорғанбек. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Өзіңізді Таңшолпанда көргеніміз өте қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз. Және дәл қазір орындалған күй композиция Алтын Орда күйінің авторы, дәл осы этно ансамблінің мүшесі Айбек Әрібек бізде қонақта. Айбек, енді Шолпан ханым сәл күте тұрсын, бірақ енді күйден бастайықшы осы. Алтын Орда бұл қалай пайда болды, қандай оймен келген дүние, жалпы қандай композиция, не мақсатта шықты? Осы Алтын Орда енді жалпы бұлай қазағымыз үшін өте үлкен, осы Алтын Орданың 750 жылдығы жаңа тойланады деп жаңа президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, бұл үлкен айтулы мереке болып табылады. Жаңа өзіміздің ата-бабамызды, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарымызды жаңғырту мақсатында. Енді осы президентіміз айтқаннан кейін өзім бір іштей неге осы Алтын Орданың 750 жылдығына өзім жаңа күй шығармасқа деп, өзім сондай ой болды. Өзім енді шабытым келіп, осындай Алтын Орда күйін шығардым. Керемет. Енді негізгі ақпарат, енді көрерменмен бөліскім келіп, шыдай алмай отырмын. Енді айтып өттік бағана 75 күйді, 75 шығарманы, енді күйдемей қой, 75 шығарманы үзіліссіз нон-стоп режимінде орындау. Ол мүмкін бе жалпы? Бұған дейін болды ма Қазақстанда? Бұл Қазақстанда алғашқы рет осындай көп шығармаларды үзіліссіз орындау және қазақстандық рекорд, Гиннес рекорд кітабына енгізу. Негізінде Туран ансамбль ол как мультимузыкант ретінде енгізілген, жалпы ұжымдардан біз алғашқы рет осындай жобаға бет бұрып атқанымыз біз. Тұранда қателеспесем 4-5 жігіт. 4-5 жігіт. Ал сіздерде қанша ансамбльде? Бізде 18 адам жалпы. 18 адам бір мезетте сахнаға отырады.
сонымен бірден мен 75 шығарманы орындап тоқтамайды арасында енді домбыраны қобызды келтіреміз ғой, өйткені теріс бұрау дейміз, оң бұрау, сол жақта ғана, соған ғана уақыт бөлінеді, 1-2 секунд ғана шығар. құлағын бұрап келесінеге дайындап алу үшін. Дайындап аламыз. Енді 75 шығарма, Айбек, бұл шамамен әр шығарманың уақыты ол 3,5 минуттан деп алайық. Енді 4 шығармы бар, 2-сі бар деген соң бәрі орташа есеппен алған кезде 3,5. 3,5-ды көптем 75-ке. Бұл 220 минут па? Солай болып тұр. 3,5 сағат қой жалпы. 3,5 сағат. 3,5 сағаттай болады. Не деген керемет дүние. Қайда болады? Қашан болады? 17-сі күні? 17-ші ақпан сағат 17-де Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығында өтеді. Қымбатты Елорда және Елорданың қонақтары, хабарландырып айтып өтейікші. 17-ші ақпан күні 17:00-де баршаңызды Қорқыт этно ансамблінің нон-стоп 75 шығарманы бір мезетте отырып жатқа орындап шығуын тамашалауға шақырамыз. Яғни Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығында өтеді. Сол үшін бір рухани байып қайтыңыздар десек болады. Шығармалар қалай таңдалды? Қандай шығармалар болады? 75 деген енді әжептер. Жалпы біздің репертуарымызда осы шараға кіріскенше 35 шығармада жатқа ойнау білдік. Енді қыз жігіттер осындай ұсыныс жасағаннан кейін, ол ұсынысты өзім қолдап, басшыларға ұсындым. Әрине басшыларды қолдап жарайды, осындай енді жақсы ой екен, енді іске сәт деп өздері бізге сәттілік тілегеннен кейін біз 15 күннің ішінде қалған қанша 40 шығарманы күндіз түні жаттап еңбек етіп келе жатырмыз. Бұл мүмкін бе жалпы, енді үлгересіздер ме 40-ын жаттап? Енді жалпы 73 шығарманы толық нақты білеміз деп айтуға болады. Енді тағы да 1-2 күніміз бар. Жалпы негізінде бүкіл 75 шығарма жаттаулы негізінде, бірақ оны әлде де пісіру керек. Енді сіз көркемдік жетекшісіз, сіз тек қана бағыт-бағдар бересіз, көрсетесіз, былай отыр, ойбай, бүйту керек, сөйту керек дейсіз. Обал емес па? Енді саусақ бар, мынау ми жұмыс істейді, құлақтың бүкіл барлығының түгелдей қимыл қозғалысы 3,5 сағат бойы. Мен қыз жігіттерге айтамын, сіздер осындай музыка жолында жүргеннен кейін халықтың құлымыз ғой негізінде. Енді осындай 750 жылдық алтын ордасы бар. Жалпы мынау ұлттық өнерін насихаттау үшін неге жастарға, келешек ұрпақтарға осындай тәлім тәрбие көрсетпекпіз. Сондай бағытпен біз осындай жолға бет алдық. Алтын Орданың 750 жылдық мерейтойына 75 шығарма орындағалы отырған. 750 минут болса, ол шамамен болады 3,5 сағаттай. Жоқ, егерде 750 минут қылатын болсақ, мәселен мен ойлап отырмын қазір. Ол шамамен болады 10 сағаттан асып кетеді ғой, 12-13 сағаттай болар еді. Бірақ дайындығымыз солай болады. Бірақ қал керек болса, енді егерде солай болады. Бірақ дегенмен 75 шығарма өте керемет. Қалай дайындық болып жатыр, Айбек? Жалпы қиын ба? Енді бір мезетте 3,5 сағат бойы бір орында отырып, орындау бұған дейін болмаған дүние. Бұл алғашқы рет болып жатыр. Негізі өнер жолында жүргеннен кейін өнер адамдарына өте көп дайындық керек. Бұл да дайындық арқылы, еңбек арқылы шығатын өнер. Күнде азаннан түнге дейін күнде дайындық болып өтеді, қызу дайындық шыны керек. Бұған дейін де мысалы талай конкурстарға, фестивальдерге қатысып жүріп, осындайда дайындықтар болып жатыр. Енді аздап кішкене бізге өзімізге кішкене қиындау болып жатыр. Жаттап, үстіне шығармалар жаттап, оны жаттаған бір бөлек, оны жақсылап ойнап пісіру керек, шегіне жеткізіп ойнау керек. Енді тырысып жатырмыз, барлығымыз өзіміз күшіміз салып. Енді 3,5 сағат бойы адамның қарны ашпасы анық, шыдауға болады. Бірақ енді су бола ма жандарында? Су ішіп жоқ, оған да уақыт болмай ма?
егер су беретін болса ол ұзарып жатармыз. кетеді ғой, иә? Көре жатармыз оны ыңғайына қарай. Негізінде қойып қоямыз, енді өйткені бізде мына сазсырнай, сыбызғы деген аспаптарға міндетті түрде дем керек, Иә. үрлеп отыру керек. Иә. Яғни ауыз құрғамау керек ол кезде. Әрине, Олардың күш жігері болып отыр, оны үрлеу үшін кәдімгідей, ол үшін әрине. әлбетте жоқ дегенде су жанына бір екі бауырсақ қойып қояйық енді құрсын. Жоқ, су әрқайсысында су болады. Енді бауырсаққа. Жай ойнаудың ол бір бөлек. Ана жерде халықтың алдында кәдімгідей еңбегімізді көрсетіп, терімізді төкпесек, ол халыққа жеткізбесек, ол шығарма, ол несіне шығамыз. Сол үшін рекорд деген аты бар ғой. 3,5 сағат бойы көрермен қалай қабылдайды екен деп ойладыңыздар ма? Мәселен, сағат 17:00-де басталса, ол 18, 19, 20 міне. Әрине біз ол жағында ескере отырып, шығармалардың репертуарын өзін реттеп қойдық. Ең басы енді Қорқыт атаның атын атағаннан кейін Қорқыттан бастаймыз ба деп жоспарлап отырмыз. Содан кейін енді өзіміздің әйгілі күйшіміз, бабамыз Құрманғазыдан бастап, енді бертіне қарай 50-60 деген санына келе жатқанда қазіргі заманауи композиторлардың шығармасын насихаттаймыз. Керемет. Енді бұл жаңалықты әлбетте әрбір қазақ баласы, әрбір телеарна қуана сүйіншілеп айту керек, өйткені бұл жерде қазақтың керемет шығармалары, күмбірлеген күйі орындалады. Міндетті түрде барлығымыз бірдей сол күні атсалысу керекпіз, қатысу керекпіз, көру керекпіз. Әрқайсымыз жеке болмашы бір дүниені жазғаннан гөрі осы бір керемет жаңалықпен бөлісу керекпіз. Енді бұл істің басы-қасында жүрген өздеріңіздей азаматтарымыз аман болсын. Яғни ұлттық құндылықты жаңғыртып, нағыз рухани жаңғыру деген осы ғой. Мынау енді Алаш Орданың 750 жылдық мерейтойына арналған керемет сыйлық деп білеміз. Ең бастамасы осы. Бастамасы осы болсын. Ары қарай жалғаса берсін. Енді біз тағы да қолға салғымыз келіп отыр. Керемет бір композиция, керемет бір күй орындағымыз келіп отыр. Дайын болса біздің өнерпаздарымыз қандай композиция орындаймыз? Кероғылу, иә? Иә, сонымен Көроғылу күйі, сонымен қымбатты телекөрермендер экранға мұқият зер салыңыздар. Кеттік. Керемет, расымен де өте керемет, қымбатты телекөрермендер. Бүгін бізде студиямызда қонақта, тағы да бір таныстырып өтейін, таныстырудан шаршамаймын, өйткені расымен де бұл өте қуанышты жаңалық, өте керемет жаңалық. Қорқыт этно ансамблі бүгін бізде қонақта болды. Ал осы ансамблінің көркемдік жетекшісі, мәдениет саласының үздігі Шолпан Қорғанбек кереметті жаңалықтармен бөлісті. Біз қымбатты телекөрермендер сіздерге амандық тілейміз және барлық рухани жаңғыруға баршаңызды шақырамыз. Келіңіздер, бірге тамашалайық. Иә, сіздерге сәттілік тілейміз. Біз сіздермен біргеміз. Қымбатты көрермен, осындай керемет нотада бүгінгі Таңшолпанның шығарылымы өз мәресіне жетті. Біз әрбір көрерменімізді жақсы көреміз. Күн сәтті болсын. Ұлттық арна қосылу болсын. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге көп.